Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз осындай өте дәмді, тойымды салат жасайтын боламыз. Ол үшін бізге краб таяқшалары, қуырылған картоп, жұмыртқаның ағы, қайнатылған тауық еті, шұжық және де 2 қияр қажет болады. Алдымен осы керекті заттарымыздың барлығын дайындап аламыз. Міне мен осылай дайындап алдым. Ендігі кезекте краб таяқшаларын соломка етіп турап шығамыз. Негізгі бұл заттардың барлығын ұзынша етіп, соломка етіп турап шығамыз. Міне осы видеода көріп тұрғандарыңыздай краб таяқшаларын осылай бір келкі бірдей етіп ұзынша қылып турап аламыз. Турап болғаннан кейін оны салатымызды араластыратын ыдысымызға осылай салып қоямыз. Енді жұмыртқаның ағында осылай ұзынша етіп турап аламыз. Менің бұл жасаған салатым негізі кішірек тарелкамен 4 тарелка шығады, немесе үлкен тарелкамен 2 тарелка шығады. Енді өздеріңіздің қалауларыңызға қарай аз мөлшерде жасасаңыз, қоспаларын азырақ етіп жасайсыздар. Менде енді 4 тарелка, кішірек 4 тарелка, үлкен 2 тарелка шығатын болғандықтан осылай көп мөлшерде жасадым. Міне осылай барлығын ұзынша етіп турап, оның барын ыдысымызға шетінен сала береміз. Тура осылай алдын ала тауықтың етін қайнатып, суытып аламыз. Міне сосын оны да осылай ұзынша етіп турап шығамыз. Міне шұжықты да осылай ұзынша етіп турап аламыз. Енді өздеріңіз мөлшермен жасасаңыздар да болады. Менде осындай жарты шұжық болды. Описание бөліміне керекті заттардың барлығын жазып кететін боламын. Міне осылай оны да үстіне ұзынша етіп турап саламыз. Ендігі кезекте қиярымызды да дәл солай ұзынша етіп турап бірінің үстіне бірін сала береміз. Міне барлығын осылай турап болғаннан кейін, оның үстіне жарты шай қасық тұзымызды және 4 ас қасық толтырып, майонезімізді салып, осылай араластырып шығамыз. Бұдан да үлкенде 30-қа салып араластырсаңыздар да болады. Менде енді өзіме осы ыңғайлы болғандықтан, осы 30-қа салып араластырамын. Міне көріп тұрғандарыңыздай астына үстіне қаратып, жақсылап оны араластырып шығамыз. Міне дәл осылай араластырып болғаннан кейін менде үлкен тарелкамен 2 тарелка шықты. Міне біздің салатымыз да дайын болды. Осылай 2 ыдысқа салып аламыз да, оның бетіне қуырылған картопымызды сеуіп шығамыз. Фри деп айтамыз, оны үй жағдайында өздеріңіз жасасаңыздар да болады, немесе сатып алсаңыздар да болады. Мен оны арнайы өзім үйде жасадым. Міне осылай бетіне сеуіп шығамыз. Міне біздің салатымыз да дайын болды. Дәмі өте керемет. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, комментарий бөліміне пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сау болыңыздар.